Ассалаумағалейкум, армысыздар, ардақты ағайындар, құрметті көрермендер. Бүгін 23 шілде 2023 жыл. Бүгін жексенбі, сіздердің қалауларыңыз бойынша бүгін міне Түркістан қаласындағы көлік базарына қайта оралдық. Бүгін көлік базарында көліктің бағасы қандай, бірге тамашалайтын боламыз. Видео көрмес бұрын өздеріңізге мынау бір ақпаратты жеткізе кеткенді жөн көріп отырмын. Түркістан Кентау қалалары бойынша кілем жуу орталығы бар екен. Тұран кілем жуу өз қызметін екі қала бойынша жасап жатқан көрінеді. Тасымалдау қызметі тегін. Видео бастамас бұрын осы бір жарнамаға көңіл бөліңіздер. Одан кейін Түркістан қаласындағы көлік базардың ішіндегі көліктердің бағасына назар аударатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар, лайк басыңыздар, біз қызметімізді бастаймыз. Құрметті Түркістан және Кентау қаласының тұрғындары, сіздерге Тұран кілем жуу орталығы төмендегіше қызмет түрлерін ұсынады. Кілемнің кез келген түрлерін жуу, паластар, перделер, сондай-ақ көрпеше матрастарды да жуу қызметі. Тұран кілем жуу орталығы Түркістан және Кентау қалалары мен жақын маңдағы ауылдарға да бірден бір қызмет жасайтын орталық. Бізде тасымалдау қызметі тегін. Тұран кілем жуу орталығы мұнтаздай тазалықтың символы. Біздің инстаграм парақшамыз Тұран кілем жуу. Байланыс телефонымыз 8 700 713 13 12 8 702 227 0181. Ayo, drop that shit. Тұран кілем жуу орталығы әрқашанда сіздермен бірге. Opel Astra универсал түсі көк екен. Бұрынғы менің бірінші көлігімде осында Astra болған, өте керемет көлік. 1.6 қозғалтқыш күші, дискісі титановый, айырбагы бар. Кондиционер бар ма? Кондиционер жоқ екен. Жалпы қызметке дайын көлік, отбасы көлік. Жөндеу жұмыстарды қажет етпейді ғой, барлығы жақсы. Номер ма? Я телефонға қойды. 8776 322 1057. 57 аяқ жағы, Иә. Opel Astra 1.6. Жылы қандай жылы? 96 жылғы. Бәрі родной өзінің. Коробка, мотор зың бар. 1,5 болса беріп жіберем. 1,5 миллионға? Иә. 1,5 миллионға берем дейді, саудасы жасауға болады. Телефон алдық, дискісі титаны екен. Оңғалақ керемет. Жақсы саудаңыз болсын өге. Келесі көлік Starex, мына үлкен жүк көліктерінде тұрып кетек. Газель келіп жатыр екен көлік базарына. Ассалаумағалейкум. Түсірсек болады ғой? Мінекей Hyundai Starex 2002 жылы шығарылған, 2.5 қозғалтқыш күші автомат, беріліс қорабы автомат екен. 345 мыңдай шақырым жүрілген. Артыңғы жетек дейді. Бағасы келісім бойынша базарда бағасы қандай? Қанша деп отырсыз базарда? 2 миллион деп отырсыз. 2 миллион келісім бағасы бар. Ұялы телефонда 8701 420 98 30. Ұялы телефонда хабарласуға болады. Міне Hyundai Starex әртүрлі бағытқа қолдануға болады. Жақсы. Hyundai Starex тіркеу Қазақстандікі. Міне Газель келіп жатыр екен. Бортовой газель дейді. 2014 жылы шығарылған газ бензин отын түрі. Бағасын ұялы телефон көрсетпеген. Қазір сұраймыз. Артын бір көріп қояйық. Газ бензин. Ассалаумағалейкум. Сіз кім? Қанша деп отырсыз бағасы? 5 миллион. 5 миллион. Жылы қандай? 2014. 2014 жылға 5 миллион. Жұмыстар қажет етпейді ғой, жүріп тұр, Иә, на ходу болды. Бәрі жақсы. Келісім бағасы бар. 5 миллион бастапқы баға. Телефон айтып өсеңіз, қызықтар. 8701 164 34 16. 34 16 ұялы телефонда хабарласуға болады. Мінекей. Жақсы көлік. Мінекей алыстан бір түсіріп қойып, қызыққандарға. Мінекей. 5 миллион дейді. Vectra неше дейді екен? 95 жылы шығарылған 1.8 дейді, газ емес, отын түрі бензин екен.
8776 9901 ұялы телефоны. Бағасы 2 миллион 200 ба? 2 миллион дейді бағасы. Состояниесі жақсы екен. 2 миллион. Келесі Opel 90 жылғы. Автомат беріліс қорабы 2 қозғалтқыш күші, бағасы 1 миллион дейді, 9 болса берем дейді. Ұялы телефон 8775 378 0305 ұялы телефоны мінекей. Міне доңғалағы менекен, қысқы доңғалағы. Қысқы доңғалағын көрсетіп қойған. Мінекей. Қызығып жатсаңыздар хабарласуға болады. Жүріп тұрған көлік. Тіркеу Қазақстандікі. Hyundai автокөлігі жасып қойған екен. 97 жылы шығарылған 2.5 механика дизель отын түрі электропакет дейді. 1 миллион 800 мың теңге келісім бағасы бар ағайындар. Ұялы телефоны 8700 119 19 56 ұялы телефоны 1 миллион 800 мың теңге. Осындай аңшылыққа, басқа да нысандарға мінуге болатын көлік. Мінекей, 1 миллион 800 мың теңге. Келісім бағасы бар. Келесі жүк көлік 2006 жылы шығарылған 1.1. Ассаламалейкум. Түре көрсек болады ғой? Қозғалтқыш күші 1.1 дейді. Отын түрі бензин, жағдайы жақсы, мінекей, жұмысқа қолдануға болады. Бағасын сұрайық. Бағасын қанша деп отырсыз? 1 миллион 700 мың. Телефон жазылмаған екен, айтып жүресіз бе? 776 397 1861. 1861 мінекей. Телефон жазылмаған екен. Айтып кетті. Қызығып жатсаңыздар хабарласуға болады. Тіркеу Қазақстандікі. Келесі ресейлік тіркеудегі көліктер де бар екен. Бағасы 500 мың теңге дейді. Ұялы телефоны 8705 438 40 99 мінекей. 500 мың теңгеге алсаңыздар болады ресейлік тіркеуде. Дейво көлігі, Дейво автокөлігі. Мына бір Priora керемет екен көрінісі. Артында бамперді қараңыз. Дискісі титановый. 2013 жылы шығарылған 1.6 2 миллион 200 мың теңге ұялы телефоны. Мынаны сәл тап жүресіз бе телефоны? 877 949 72 95 ұялы телефонда хабарласуға болады. Тіркеу Қазақстандікі. Келесі Opel автокөлігі 94 жылы шығарылған 1.6 950 мың теңге дейді бағасы. Әрине шанағында азын-аулақ жұмыстары бар. Дегенмен әркімнің өзінің қалтасындағы ақшасына байланысты көлік іздейтіні сөзсіз. 8778 765 56 27 950 мың теңге Opel. Көрермендер, бүгін Түркістан қаласында, Түркістан базарына Москвич ретро автокөліктері келген екен міне. Жағдайлары көрдіңіздер, көк және қара түсті. Алдында осы Москвичті тиктокқа салған болатынмын. Әрине көптеген қаралым жиналды. Бүгін базарға сатылымға шыққан екен. Тіркеу Қазақстандікі. Черный принц деп 8705 349 11 64 ұялы телефоны. Мәліметтерді содан аласыздар, бірақ бағасы 600 мың теңге дейді ағайындар. Алыстағы, жақындағы ағайындар қызығып жатсаңыздар, ұялы телефонда хабарласыңыздар. 2 Москвич жүріп тұр, жағдайы істетілген. Ұялы телефонда қайталап айтамын, 8705 349 11 64 600 мың теңге Москвич ретро автокөлігі алсаңыздар болады. Ұялы телефонда хабарласыңыздар, көк және қара. Келесі қара Toyota автокөлігі 2008-2009 арасы дейді, 3.5 қозғалтқыш күші, бензин 7 миллион теңге бағасы. 8708 336 94 01 ұялы телефонда хабарласуға болады.
Енді бұл автокөлікте мін жоқ, барлық жағдайы жасалынған. Тіркеу Қазақстан. Автокөлігі 94 жылы шығарылған, мінекей. Автомат беріліс қорабы, отын түрі бензин, бағасы 3 миллион теңге дейді. Келісім бағасы бар, міне. Салон таза, істетілген, жағдайы керемет. Міне шанағында ешқандай мін жоқ. Бірақ телефон сұрап көрейік. Кімдікі екен бұл? Телефон сұрайсың. Мінекей, телефон нөмірі жоқ екен, бірақ ақпарат үшін айттық. Келесі Opel Astra, ақ түс, тіркеу Қазақстандікі. Көкеңнен сұрайық. Ассалаумағалейкум. Қанша отыр бағасы? 2 миллион деп атырмыз. 2 миллион келісім бағасы бар ғой? Телефонды айтып өсеңіз? Нұғасын керек жоқ. Жарайды. Жарнама ғой? Мақұл. Телефон айтпады, бірақ ақпарат үшін бағасын сұрадық. Мінекей. Ақ түсті Opel Astra автокөлігі. Opel'дер сатылып жатыр. 1.8 95 жылғы бағасы 1 миллион 300 мың теңге дейді. Ұялы телефоны 8777 480 67 07 Opel. Тіркеу Қазақстандікі. Келесі BMW автокөлігі 98 жылғы шығарылған 528 дейді. 2.8 қозғалтқыш күші, механика, түсі күміс. Бағасы 3 миллион теңге дейді. Ұялы телефоны 8771 368 07 09 ұялы телефоны. Салоны былғар екен. Былғары. Көрінісі осындай, тіркеу Қазақстандікі. Мінекей Жигули автокөліктерінде, ВАЗ автокөліктерінде түсіп кетейік көрермендер арасында. Неше деп осы бағасы? 1 миллион 100 мың теңге. Жылы қандай? 2004, 2001 жылы шығарылған. Осында 2001 жылы шығарылған көлікті іздеп жатсаңыздар, ұялы телефоны 8705 93 81 88 ұялы телефонда хабарласуға болады. Gaz mı? Ассалаумағалейкум. Кімдікі екен? Істе қоя. Opel 89 жылғы шығарған 2 объем қозғалтқыш күші, бағасы 640 мың теңге дейді. Ұялы телефоны 8776 93 11 22 600 мың теңге көлік іздесеңіздер, мінекей осындай көлік түрлері де бар. Мінекей көрермендер, осымен бүгінгі біздің түсіріліміз өз соңына келіп жетті. Енді бұдан былай әр апта сайын, әр жексенбіде осындай көлік базар туралы сіздерге ақпарат беретін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар, лайк басуды ұмытпаңыздар. Әрқашан еліміз аман, халқымыз тыныш болсын.